Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушыларым. Біз бүгінгі видеомызда биология пәнінен 2-90-ға арналған бөліп шығару бөлімі бойынша екінші жұмысымызды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Суретте нефрон берілген. А тапсырмасы. Суреттегі О, П, Q әріпімен берілген құрылымдарды сипаттаңыз. О проксималды ирек-өзек, П жинақтаушы түтікше, Q генлі ілмегі. Келесі Б тапсырмасы. Фильтрация үрдісі жүретін бөлік қай әріппен берілгенін анықтаңыз. Фильтрация үрдісі жүретін бөлік L әріпімен бейнеленген. Екінші тапсырма. А тапсырмасы. Реабсорбция үрдісі нефронның қай бөліктерінде жүзеге асатынын көрсетіңіз. Реабсорбция үрдісі нефронның проксималды ирек өзегінде жүзеге асады. Б тапсырмасы. Реабсорбция үрдісін механизмін түсіндіріңіз. Реабсорбция кері сіңіру үрдісі, яғни нефронға қан ағымына түскен заттарды кері қайтару. Үшінші тапсырма. Зәр шығару жүйесі мүшелері мен бүйрек ауруларының алдын алу жолдарын ұсыныңыз. Зәр шығару жүйесі мүшесі және бүйректің ауруын атауын, себебін, алдын алу жолдарын жазамыз. Зәр шығару жүйесі мүшесі ауруының атауы цистит. Себебі, екі себеп бар. Біріншісі жалпы ағзаға немесе бөліп шығару мүшелеріне суық тию, екінші қуықтағы өрлеме жұқпа. Алдын алу жолдары бөліп шығару мүшелерінің жұқпа енуіне және ағзаға суық тиюден сақтау, әсіресе белге, дененің төменгі жағына суық тию және табаннан сызы өту. Келесі бүйрек ауруының атауы пиелонефрит. Себебі зәрді сақтау, оның несеп ағардан бүйрек астауына кері қайтарылуы. Пиелонефрит ауруының алдын алу жолдары. Бірінші белгілері байқала бастағанда уролог дәрігерге қаралу қажет. Төртінші тапсырма. Адамның зат алмасуының соңғы азоттық өнімі несепнәр. Несепнәрдің артықшылықтарын кемінде екеуін түсіндіріңіз. Бірінші артықшылығы несепнәр сұйық. Екінші артықшылығы несепнәр тез және оңай сіңіріледі. Келесі ең соңғы 5-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Шаянда ыдырау өнімдері ағзадан аммиак, ал жәндіктерде несеп қышқылы түрінде шығарылатын белгілі. Бұл жерде екі сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: ыдырау өнімдерін сыртқа осылай шығару әдісінде қандай да бір биологиялық мән бар ма? Әлде бұл кездейсоқтық па? Осы сұраққа жауап берсек, ыдырау өнімдерін сыртқа шығару әдісінде қандай да бір биологиялық мән бар. Келесі екінші сұрақ: шаян мен жәндіктердің зәр шығару мүшелері жұмысында қандай айырмашылық бар және ол мекен ету ортасымен қалай байланысты? Шаян суда тіршілік етеді. Сол себепті суды қорға жинаудың қажеті жоқ. Ағза оның жеткіліксіздігін сезінбей-ақ одан оңай арылады. Ал жәндіктер, яғни жер бетінде тіршілік ететін бунақденелілер, ағзасы суды үнемдеуге және аз мөлшерде концентрлі зәр бөлуге мәжбүр. Шаян мен жәндіктердің зәр шығару жұмысы мекен ету ортасымен тығыз байланысты. Осымен бір жұмысымыз аяқталды. Бір жұмыстарыңызға сәттілік. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.